мысалға 2026 жылға сіз мақсат қойып жатсыз, осындай сумма тапқым келеді дейсіз, бір қаражатты. Бірақтан да мақсатты қойған кезде, цель қойған кезде алдыңызға әйтеуір бір көп ақшаны или бір білмеймін 10 миллионды 5 миллион тапсам болды деген сияқты ой болмау керек та. Сіздің ойыңыз нақты болу керек. Біріншіден мен сіздерге бөліп айтып кетейін. Біріншіден қанша сумма тапқыңыз келетін ойыңыз нақты болу керек та. Одан кейін сіз оны айларға бөлу керексіз. Бір жылға қойып жатырсыз ба, 2026 аяғына шейін оны бір жылға айларға бөлу керек. Қанша суммадан шығады. Одан кейін сол ақшаны табуға әрекет жасау керексіз. Әрекет жасаған кезде мен сіздерге Брайан Трейсидің бір мықты техникасын айтқым келіп отыр. Мозговой шторм деген. Мозговой шторм, ол кісі бұны миллионерлерге, миллиардерлерге тапсырма қылып берген екен да. Сол туралы айтқым келіп отыр. Осылай жасап көріңіздер. Мен енді өзім жасадым оны сіздерге де кеңес беріп отырмын. Жалпы сіз қанша ақша тапқыңыз келеді, сол мақсатты анықтап алғаннан кейін сіз соған қарай жұмыс істеу керексіз. Сол ақшаны табудың жолын ол кісі былай айтады: өзіңе 20 әрекет жаз дейді. Мен сонша, мысалы 10 миллион ақша табқым келеді десеңіз, 10 миллионды табу үшін мен қандай әрекет жасауым керек деп 20 әрекетіңді жаз өзің дейді. Мен көп жұмыс істеуім керек, аз ұйықтауым керек, қалай тағы да айтып болады. Жұмыста көбірек қалуым керек, қосымша тағы да жұмыс табуым керек, басқа жұмыс іздеуім керек, болмаса мүлдем басқа салаға ауысуым керек, сауда жасауым керек деген сияқты. Осындай 20 әрекетті жаз дейді. Бірінші 5 әрекет оңай болады. Екінші 5 әрекет ауырлау, қиындау болады. Соңғы 10 әрекет жасау өте ауыр екен. Мен өзім жасап көрген адам ретінде айтып отырмын сіздерге. Соңғы 10 әрекетті жасау өте қиын да, өте ауыр болады ол. Бірақ бұл жерде бұл техниканың бір несі, сен жасау керексің. Тоқтап қалмау керексің да. 10 әрекеттен кейін тоқтап қалмау керексің. 20 әрекеттің бәрін жауабын сен жазып шығу керексің да. Сол кезде ол кісі былай айтады да: 20-шы жауап сенің сол өміріңді өзгертетін, саған көп ақша алып келетін, табысыңды x2-ге, x5-ге өсіретін жауап болуы мүмкін дейді да. Сол үшін 20 жауапты толық жазып шығыңыз. Мен бір жылда қанша ақша тапқым келеді және оны қалай табамын деген сұрақтың жауабы осыған алып келеді дейді да. Осы жасап көріңіздер, мүмкін біреулеріңізге пайдасы тиетін шығар. Пайдасы тисін деген оймен айтып отырмын сіздерге. Мен өзім енді жасадым, 20 әрекетті жазып шықтым, соған қарай жұмыс жасайтын боламын. Бұйырса, уже бастап жатырмыз олай жұмыс жасауды. Сау болыңыздар.